Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар. Бүгін 6 сыныптың екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі тақырыбын қарастырамыз. Сабақтың мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі ұғымымен танысу. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі реттелген сандар жолы болатынын түсіну. Осы мақсатқа қол жеткізу барысында сіздермен бірге Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пән мұғалімі Жауынбаева Назира Тоқтасынова сіздермен жұмыс жасайтын болады. Мынандай бір мәтінді есеп қарастырсақ, тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 4 см ұзын, ал оның периметрі 36 см. Тіктөртбұрыштың ұзындығы мен енін табыңдар. Сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Тіктөртбұрыштың периметрі неге тең? Жақсы ойланып отырған болсаңыздар, есеп шарты бойынша өрнек құрастыруға кірісейік. Тіктөртбұрыштың ұзындығын x пен тіктөртбұрыштың енін y деп белгілейік. Есеп шартына сәйкес теңдеу құрастыру керек. Құрастырыңыздар. Ұзындығы енінен 4 см ұзын деген сөзді біз теңдеуге айландыруымыз керек. Екінші, периметрі 36 см. Ұзындығы x, ені y. X пен y арқылы периметрін өрнектейік. Өрнектеп қойған болатын болсаңыздар, салыстырайық. Ұзындығы енінен 4 см ұзын. X пен y-дің айырмасы 4-ке тең. Периметр 36 см. X пен y арқылы өрнектесек, X пен y-дің қосындысының 2-ке көбейтіндісі 36-ға тең. Сөйтіп, екі айнымалысы бар екі сызықтық теңдеу құрастырып алдық. Бірінші теңдеудегі x-дің мәні екінші теңдеудегі x-дің мәніне тең. Бірінші теңдеудегі y-дің мәні екінші теңдеудегі y-дің мәніне тең. Бұл екі теңдеуге де x, y сандар жұбы ортақ болып тұр. Шешімі ортақ болып тұр. Сондықтан да олар бір жүйе фигуралық жақшаға алынып, берілген екі теңдеуден мынадай жүйені құрастырып алдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі құрылды. Берілген теңдеулер жүйесіндегі айнымалардың ортақ мәндер жұбы теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Айнымалылардың орнына x-дің орнына 11, y-дің орнына 7 қойып тексеріп көрейік. 11-ден 7 алсақ 4, 4-тен 4. 11-ге 7 қоссақ 18, 18-ден 2 өтсек 36 тең 36. Олай болса, 11-де 7 сандар жұбы берілген теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Сұрақ қойғым келіп отыр. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесіне анықтама беріп көріңдер. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесіне мысал келтіріп айта өттім. Енді өз ойларыңызбен осы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесіне анықтама беріп көріңіздер. Өз ойларыңызбен салыстырып отырыңыздар. Шешімдері ортақ екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерден құрастырылған жүйені екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі деп атаймыз. Шешімдері ортақ. Екінші сұрақ. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі дегеніміз не? Айта кеттім сөзімнің арасында. Яғни, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің әрқайсысын тура теңдікке айландыратын айнымалылардың мәндерінің жұбын сол теңдеулер жүйесінің шешімі деп атайды. Бағанағы 11-ге 7 берілген жүйенің шешімі болып табылды, себебі жүйенің әрқайсысындағы теңдеуді дұрыс санды теңдікке айландырып отыр. Сондықтан 11-де 7 деген берілген жүйенің шешімі болып отыр. Үшінші сұрақ. Теңдеулер жүйесін шешу дегеніміз не?
жақсы, салыстыра отырыңыздар. Теңдеулер жүйесін шешу дегеніміз оның барлық шешімдерін табу немесе оның шешімдері болмайтынын дәлелдеу. Төртінші, мәндес теңдеулер жүйесі дегенді қалай ұғасыңдар? Сіздер мәндес теңдеу дегенді білесіздер. Мәндес теңдеулер жүйесі дегенге қалай анықтама берер едіңдер? Жақсы, салыстыра отырыңыздар. Шешімдері бірдей екі теңдеулер жүйесі мәндес теңдеулер жүйесі деп аталады. Қайсы бір жағдайларда шешімдері болмайтын теңдеулер жүйелерде мәндес теңдеулер жүйесі болып табылады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері жалпы жағдайда мына түрде жазылады. А1х қосу Б1y қосу С1 тең 0, А2х қосу Б2y қосу С2 тең 0. Мұндағы А1 Б1 С1, А2 Б2 С2 қандай да бір сандар. Тапсырма берім деп отыр. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесіне мысал келтіріңдер. Мысал келтіре алған жастар, мен бірнеше мысалды ауызша айта кетейін. X қосу Y азайтып 4 тең 0. Мұндағы А 1-ге тең, Б минус 1-ге тең, С минус 4-ге тең. Дәл осы сияқты мысал келтірген шығарсыздар. Екінші тапсырма. 5-2 сандар жобы. Мына екі теңдеуді, мына екі жүйенің қайсының шешімі болады? Берілген сан жұбының шешім болатынын анықтау үшін жүйедегі әрбір теңдеудегі x-тің орнына 5-ті қоямыз, y-тің орнына 2-ні қойып тексереміз. Біреуін дұрыс теңдікке айландырып, екіншісін дұрыс теңдікке айландырмаса, онда бұл сандар жұбы жүйенің шешімі бола алмайды. Жүйенің шешімі болуы үшін жоғарыда айтылғандай жүйедегі екі теңдеуді дұрыс санды теңдікке айландыру керек. Соған назар аударыңыздар. Жақсы, салыстырыңыздар. Бірінші жүйенің біріншісіне апарып қойдық, x-тің орнына 5-ті, y-тің орнына 2-ні дұрыс теңдікке айландырып тұр. Екінші теңдеуді дұрыс теңдікке айландырып тұрған жоқ. Сондықтан бірінші жүйе үшін 5-2 сандар жұбы шешім бола алмайды. Екінші жүйе үшін x-тің орнына 5-ті, y-тің орнына 2-ні апарып қойған кезде жүйедегі екі теңдеу дұрыс санды теңдікке айланып тұр. Сондықтан да 5-2 сандар жұбы екінші жүйе үшін шешім бола алады. Үшінші тапсырма. X тең 2, y тең минус 3 сандар жұбы берілген жүйе үшін шешім екені анық. Мұндағы С1 С2-нің мәнін табу керек. Бұл жүйеде x-тің мәні берілген, ол 2-ге тең, y-тің мәні минус 3-ге тең. Жүйеде x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына минус 3-ті апарып қоямыз. Сөйтіп С1 мен С2-ні анықтайық. Салыстыра отырыңыздар. Апарып қойдық x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына минус 3-ті. Екінші теңдеуде x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына минус 3-ті. Ықшамдасақ, 1 азайту С1 тең 0, С1 тең 1-ге. Минус 5 қосу С2 тең 0-ге, С2 тең 5-ге. Сөйтіп, С1 мен С2-нің мәнін тауып алдық.